Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін Enel компаниясының өнімі Биадрон гуминді кешен туралы айтатын боламын. Гуминді кешен қоршаған ортаның әртүрлі факторларына бейімделу және ағзаның табиғи қорғанысын қалпына келтіру. Биадрон табиғи гумин және гулев қышқылдарының кешені. Ағзаға күнделікті стресстік жағдайларға төтеп беруге, қоршаған ортаның теріс әсерінен қорғануға, өнімділікті жоғары жүктемелерге, төзімділікті арттыруға және шаршауды азайтуға, иммунитетті нығайтуға көмектеседі. Биадрон табиғаттың өзі жасаған табиғи өнімі болып есептеледі. Бойға күш-қуат беретін биадрон бұл ағзаны жасуша деңгейінде қорғап, қалпына келтіретін гумин және фолип қышқылдарының, дәрумендер мен минералдардың көзі. Биадрон ағзадағы басты процестерді іске қосады, иммунитетті қайта қалпына келтіреді, күйзеліске қарсы тұрады, шаш пен тырнақтың, терінің күйін жақсарту, әжімдерді азайту, қорғаныш қасиеттерін арттыру, климаттың күрт өзгеруіне, физикалық және психологиялық жүктемелерге бейімделу, ағзадағы токсиндер мен аллергендерді шығару, қышқылды сілтемені, тепе-теңдікті реттеп тұрақтандыру, асқазан ішек жолының қызметін қайта қалпына келтіру. Гулев қышқылдары дегеніміз органикалық қосылыстар, олар табиғи адаптогендер, яғни ағзаға сай бейімделіп, оны әртүрлі стресстен қорғайтын заттар болып табылады. Фолип қышқылы аса органикалық электролит вирустарға қарсы әсер ететін қасиеті бар. Әрі ол жасуша деңгейіндегі өсімдік және жануар текті жүйелердегі минералдардың хелатты қосылыстарының тасымалдаушы құралы болып есептеледі. Биадронды қалай қолдану керек? Бөлме температурасындағы 1 стакан суға немесе кез келген қышқыл емес сумен араластыру керек. Күніне 1 монодозадан ішу керек. Бұл өнімді араластыруға бөтелкедегі суды немесе сүзгіден өткізілген суды пайдалануға кеңес береміз. Достар, егер де менің YouTube каналым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір жазуды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да өте қызықты видеолар болады. Мені тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.